Biz Ғалымбек Тоқашевтың араб әліппесін оқып жатырмыз. Біз бірінші бөлім 10-ші бетте жүрміз. Бұл жерде төмендегі аралас жазылған әріптерді атаңыздар және қызыл түспен жазылған әріптердің дыбысталуына көңіл бөліңіздер дейді. Міне. Мим, жим, та. Қызыл түспен белгіленгендердің дыбысталуына көңіл бөлуіміз керек. Яғни бұл та әрпі. Мұсылман әліппесі деген кітаптан қарайтын болсақ, арт жағында махраждың, яғни әріптің ауыздағы шығатын жерлері көрсетілген. Қай жерден қандай әріп шығатыны. Осы жерден та әрпін тауып аламыз. Бұл жерден мына жерде та әрпі тұр, яғни тілдің ұшы мына жерге тиіп, таңдай мен тістің ортасына тиіп, та деп шығарамыз. Келесі то әрпі. То әрпін махраждан қарайтын болсақ, іздеп тауып аламыз. То әрпіде та әрпінің шыққан жерден шығып тұр. Махражы бірдей екеуінің. Бірақ то әрпі жуан оқылады, та әрпі жіңішке оқылады. То. Шин, ләм, дәл. Дәл әрпін қарасақ, бізде та мен тоның шыққан жерінен шығып тұр, яғни тілдің ұшы мына жерге таңдай мен тістің ортасына тиіп шығады. Дәл, жіңішке оқылады. Келесі дот әрпі. Бұл да д әрпі, қазақша екеу рет д, бірақ мынау жіңішке еді, мынау жуанды. Дот. Оның махражын қарайтын болсақ, яғни тілдің астыңғы жағы жанындағы тіске тиіп шығады. Дот деп ауыз толып жуан оқылады. Бә, ғойын. Ғойын әрпіне келетін болсақ, бұл хо әрпінің шығатын жеріне ұқсас. Яғни ғойын мен хоны айтқан кезде хоны қырылдатып шығарамыз да, ғойынды қырылдатпай ақырын шығарамыз. Ғойын деп шығармаймыз, ол қате болады. Онда ол хо әрпіне ұқсап кетеді. Хоны қырылдатып шығарамыз, тамақпен ғойынды ақырын шығарамыз. Келесі қоф әрпі, яғни бұл жерде ұқсас әріптерді жазған. Жуанды, жіңішке, дәл, жуанды деген сияқты ұқсас әріптерді мұқият қараңдар деп айтып тұр бізге кітап. Тілдің үстіңгі жағы, артқы жағы, кішкене үстіңгі артқы жағы артқа қарай тигізіліп, қо деп шығады екен. Және бұл жуан әрпі. Келесі кәф әрпі. Кәф қофтың шығатын жерінен шығады, яғни тілдің үстіңгі артқы жағы артқа қарай емес, кішкене алға қарай тиіп, таңдайға тиіп, кәф деп жіңішке шығады. Нун, ра, алиф. Яғни алиф әрпі мына жерде тұр, ешқайда соқтықпайды. Ол еркін түрде ешқайда соқтықпастан тіке шығады. Алиф. Келесі айн әрпі. Айн әрпі мына жерде тамақтың ортасында. Тамақтың ортасы қысылып, айн деп шығады. Бұны мен түсіндірген кезде бұлай түсіндіремін. Алам деген құсайын деп атқан кезде тамақ тіл артқа қарай кетіп қалады, тамақ қысылып, даусын бір түрлі шығып кетеді ғой, ақ деген сияқты. Сол жерден шығады бұл айн әрпі. Айн деп шығару керек. Деп адам құсайын деп атқанда деп дауыс шығып кетеді ғой. Сондай дауыс. Айн. Осылай үйренсеңіздер болады. Келесі уау. Содан кейін сә, син, сот әрпі. Араб тілінде 3 с бар екен. Мынау сә. Жіңішке, сақауша түрде оқылады. Кітаптан қарасақ, сән шығатын жері міне. Тілдің ұшы мына үстіңгі түс пен астыңғы тістің ортасына қысылып, кішкене тілдің ұшы шығып, тіспен қысып тілді сақауша жіңішке түрде шығарамыз. Сә деп. Келесі син әрпі. Син әрпі кәдімгідей шығады қазақша. Син әрпі тілдің ұшы үстіңгі алдыңғы тіске тиіп шығады. Қазақша с сияқты шыға береді, жіңішке түрде. Анық жіңішке с. Келесі сот әрпі. Сот әрпі тілдің ұшы сол мана син шығатын жерге, яғни алдыңғы үстіңгі тіске тиіп жуан түрде оқылады. Сот деп. Келесі яй әрпі. Х, х, х. Яғни араб тілінде х әрпінде 3 түр бар екен. Х. Х әрпі айн шыққан жерден тамақтың ортасынан қысылып х деп шығады. Х. Х әрпі жіңішке болып келеді. Келесі х. Х әрпінің шығатын жерін қарасақ, ол тамақтың ортасынан емес, тамақтың кішкене жоғарғы жағынан қысылып, қырылдап, жаңа айтқандай ғойын әрпінен ұқсас түрде шығады. Махражы бірдей екен. Х. Х әрпі жуан әрп. Келесі х. Х әрпі тамақтың ең соңғы жағынан ешқайда қыстырылмай тіке шығады. Х. Х әрпі жіңішке әрп. Осы қызылмен жазылғандарды шатастырып алмау керек бір-бірімен махражын, яғни шығатын жерін ауыстырып алмау керек. Келесі фә. Зәл, зә, зо.
яғни зәнің де араб тілінде 3 түрі бар екен. Бірінші зәл сәнің шығатын жерінен, яғни тілдің ұшы екі тістің ортасына, алдыңғы тістің ортасына шығып кішкене қысылып, сақауша жіңішке түрде айтылады. Зәл. Зә әрпі кәдімгі қазақ тіліндегі зә сияқты айтылады. Тілдің ұшы үстіңгі алдыңғы тіске тиіп, зә деп жіңішке оқылады. Келесі зо әрпі. Зо әрпі бізде тілдің ұшы екі тістің ортасына қыстырылып, сақауша жуан түрде айтылады. Зо. Осымен осы әріптерді мұқият шатастырып алмай оқуымыз керек. Егер біз араб тілінде сақауша сәмен анық сәні ауыстыратын болсақ, араб тілінде сөздің мағынасы өзгеріп кетеді. Мен жаңа осылардың бәрін өз тіліммен айтып түсіндіріп шықтым. Ал мына жақта келесі бетінде әріптердің дыбысталуы, махражы, яғни әріптің дыбысталу орны махраж деп аталады. Құран әріптері 3 махраж арқылы шығады деп. Осы жерде барлығын шығатын жері жазылып тұр екен. Осыдан оқып түсініп алуыңызға болады. Мені түсінбей жатсаңыздар, егер мынадан түсінбей жатсаңыздар, менің айтқаным бойынша түсінуіңізге болады.